Қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен етістік тақырыбын өтетін боламыз. Етістік заттың, адамның қимылын білдіретін сөздер. Мысалы, тасиды, күзетеді, ұстайды, сөйлейді. Етістіктің сұрақтары: не істейді, не қылды, қайтты. Мысалы, не істейді, емдейді, не қылды, оқыды, қайтты, қорықты. Мәтінмен таныспас бұрын жаңа сөздерге назар аударайық. Емдеу, оқыту, зерттеу, жазу, оқу, ойнау. Олай болса, мәтінге назар аударыңыздар. Дәрігер науқасты емдейді. Ұстаз оқытады. Ақын өлең жазады. Оқушы оқиды. Балалар ойнайды. Ғалым зерттейді. Емдейді, оқытады, жазады, оқиды, ойнайды, зерттейді деген етістіктер не істейді деген сұраққа жауап береді. Сөздерді сәйкестендір. Дәрігер не істейді? Дәрігер емдейді. Бала не істейді? Ойнайды. Ұстаз не істейді? Оқытады. Ғалым не істейді? Зерттейді. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі мәтінге назар аударайық. Біз ауылда тұрамыз. Біздің үйде үй жануарлары көп. Олар жылқы, сиыр, қой, ешкі, ит, мысық және тауық. Жылқы көлік ретінде қолданылады. Сүтінен қымыз жасайды. Сиыр адамдарға сүт береді. Қой, ешкі жүн береді. Ит үйді күзетеді. Мысық тышқан аулайды. Тауық жұмыртқа береді. Олай болса балалар, мәтін бойынша тапсырма орындайық. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөйлемді дұрыс аяқтаңыз. Керекті сөздер астында орналасқан. Біз ауылда тұрамыз. Жарайсыңдар. Біз ауылда тұрамыз. Біздің үйде үй жануарлары көп. Жылқы көлік ретінде қолданылады. Сүтінен қымыз жасайды. Сиыр адамдарға сүт береді. Қой, ешкі жүн береді. Ит үйді күзетеді. Жарайсыңдар. Мысық тышқан аулайды. Тауық жұмыртқа береді. Жарайсыңдар балалар. Осы сөздердің барлығы етістік болып табылады. Етістік не істейді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Ойлан тап. Яғни бізде екі баған берілген. Бірінші бағанда зат есім, екінші бағанда етістік. Зат есім дегеніміз кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Зат есім
Оқыту қай бағынға жатады? Оқыту, етістік. Не істеу? Оқыту. Бала. Кім? Бала. Зат есім. Емдеу. Не істеу? Емдеу. Етістік. Зерттеу. Не істеу? Зерттеу. Етістік. Ғалым. Кім? Ғалым. Зат есім. Күзету. Не істеу? Күзету. Етістік. Мысық. Не? Мысық. Зат есім. Жылқы. Не деген сұраққа жауап береді? Зат есімге жатады. Ұстаз. Кім? Ұстаз. Зат есім. Не істейді? Ойнайды. Етістікке жатады екен балалар.